Ассалаумағалейкум достар. Бізде микроволновка пеш. Клиенттің айтуы бұл тамақты ысытпайды дейді. Бізде тексеріп көрдік. Шынымен қосылып тұр, бірақ тамақ ысытпай қойды. Бұның себебін анықтадық қазір. Мына жерде трансформатор тұр міне. Трансформатордың 3 құлағы болады, соның бір құлағына келетін мындай штекерменен сақтандырғыш кабелі бар, сымы. Сол жанып кеткен. Қазір алып сіздерге көрсетейін. Бұл бізде міне. Жұмыс істемейді. Міне достар, біз бұны айырбастап орнына салдық. Қазір қосып көреміз. Сап болдық. Суымызды ысытты. Бұл сақтандырғыш кабелдің жану себебі ішіне темір ыдыстарды салып жібергеннен болады. Бұған темір салуға болмайды. Осындай пластмасс или шыны ыдыстарменен тамақ жылытсаңыздар болады. Каналымыз ұнаса лайктарыңызды басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет.